Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге үй жағдайында сгущенканың жасалуының қарапайым әдісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Ең алдымен бізге осындай әдісімізға бізге 2 литрлік сүт керек болады. Яғни үйде домашний сүт, шикі сүт міндетті түрде болу керек. Немесе дүкеннің сүтімен де жасасаңыздар да болады. Піскен сүт болмайды. Осы 2 литрлік сүтімізді алып ыдысымызға құямыз. Одан кейін құйғаннан үстіне осындай бір кесе шекерімізді құямыз. Және де күшті тәтті дәм беру үшін мен осылай үй жағдайында ванилин қостым. Ванилиннің барлығын қосып жіберсеңіздер болады. Осылай барлығын қосып жүргеннен кейін газге қоятын боламыз. Ыдысымызды ең бастапқы кезеңде осылай қасықтың көмегімен біз араластырып отырамыз. Себебі бізде тез қайнау үшін осылай араластыратын боламыз. Осылай араластырып қайнағаннан кейін баяу отқа қойып, баяу болғанда орташа отқа қойып 3-4 сағатқа қойып қоятын боламыз. Яғни 3-4 сағатта бұл қайнайды. Арасында келіп, осылай қасықпен араластырып кетсеңіздер де болады. Міне осындай сарғыш свет пайда болады. Сол сарғыш свет пайда болғаннан кейін осылай менде 2 литр сүттен осындай 450 грамм ғана осындай менде сгущенка пайда болды. Қазір бастапқысында осындай кішкене сұйықтау болады, артынша холодильникке салып қоясыздар. Сол кезде қоймалжың пайда болады. Міне достар, жасап көріңіздер. Өте оңай және де табиғи, отбасыларыңызға өте ұнайды деген сенімдемін. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Сау болыңыздар.